істер министрлігінің нұсқауына сәйкес Маңғыстау облыстық полиция департаментінің бастамасымен жергілікті атқарушы органдармен, сонымен қатар көлік инспекция басқармасымен және азаматтарды тасымалдайтын мердігер мекеме басшыларымен кездесу өткізілді. Кездесудің басты мақсаты қоғамдық көліктердегі азаматтардың қауіпсіздігі, сонымен қатар құқық бұзушылық пен қылмыстың алдын алу. Жиналыс соңында мердігер мекеме басшыларынан ұсыныс пікірлер түсті. Алдағы уақытта осы ұсыныс пікірлер назарға алынып, нақты шешімдер қабылданатын болады.